Қатандық коэффициенті 40 ньютон метр болатын серіппені 5 сантиметрге созу үшін қандай күш түсіру қажет? Жазайық, берілгені К бізде 40 ньютон метр, 5 сантиметр ол бізде X болады, 5 сантиметр. Табу керек серпімділік күш. ХБЖ-ға айналдырайық. ХБЖ 5 сантиметр жүзге бөлеміз, 105 метр. Талдау. Серпімділік күшін табу үшін К-ны көбейтеміз X-ке. Шешуі. F серпімділік. К деген бізде 40 ньютон бөлінген метр, X деген 105 метр. Метр мен метр қысқарады. Сонда бізде шығады 2 ньютон. Жауабы 2 ньютон. Келесі мысал. Серіппені 7 сантиметрге сықса, онда серпімділік күші 2,8 килоньютон. Ал егер серіппені 4,2 сантиметрге сықса, серпімділік күші қандай болады? Берілгені X1 7 сантиметр, X2 4,2 сантиметр. Бірінші күш 2,8 кило ньютон. Табу керек екінші серпімділік күшін. ХБЖ-ға айналдырайық. 7 сантиметр ол 0,107 метр, 4,2 сантиметр жүзге бөлеміз 0,42 метр. Талдау. Бізде серпімділік күші К1 көбейту X1, екінші күш К2 көбейту X2. Бізде бір серіппе болғандықтан К1 мен К2 тең. Шешуі. Осы екі формуланы бір-біріне бөлейік. К-лар бірдей болғандықтан қысқартып тастаймыз. Сонда бізде F2 ол F1 бөлу мына жаққа көбейту болып барады. X2 бөлінген X1. Енді сандық мәндерін қояйық. 2,8 килоньютон, ХБЖ-да ол 2800 ньютон. 2800 ньютон. X2 деген 0,42, 107 X1. Есептейміз. Сонда бізде 1680 ньютон болады. Жауабы 1680 ньютон. Серіппенің бастапқы ұзындығы 88 мм. Оны 120 мм дейін созғанда 120 ньютон серпімділік күші пайда болады. Егер серіппеге әрекет етуші күш 90 ньютон болса, онда серіппенің ұзындығы қандай болады? Берілгенін жазайық. Бастапқы ұзындық 88 мм. Бірінші созылғанда 120 мм болды. Сол кезде бізде 120 ньютон пайда болды. Серпімділік күші. 90 ньютон әсер еткенде осы серіппеге оның ұзындығы қандай болады? L2 табу керек. Талдау. Бізде бір серіппе болғандықтан К-лар тең болады. X1 деген ол L1 азайту L02. X2 деген L2 азайту L0. Серпімділік күш ол деген бізде К көбейту X1. К-лар тең болғандықтан К деп жаза берейік. К көбейту X2. Шешуі. Осы екі күшті бір-біріне бөлейік. Екінші күшті бірінші күшке. К X2, К X1. К-лар қысқарып кетеді, өздері тең болғандықтан. Сонда бізде X2, X1 болады. X2 деген L2 азайту L0, X1, L1 азайту L0. Енді сандық мәндерін қойып, 90 ньютон, 120 ньютон, L2
88 миллиметр, 120 миллиметр, 88 миллиметр. Осыны есептейміз. Қысқартамыз. Мұнда 4, мұнда 3. Сосын пропорция көбейтеміз крестеп. Сонда 3 көбейтілген 120 минус 88, 4 көбейтілген L2 88. 120-дан 88 азайтамыз, 3-ке көбейтеміз. 96 миллиметр болады. Мұнда жақша ашамыз. 4L2 минус 352 миллиметр. 4L2 тең болады. 96, 352 минус плюс болып барады. 448 миллиметр болады. Сонда L2 бізде 448 миллиметрді бөлеміз 4-ке. Сонда 112 миллиметр шығады жауабымыз.